Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін хит болып жатқан местный пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті қызықты рецепттермен бөлісемін. Ең бірінші өлшеніп алған ұнға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, майдалап, крошка жасап аламыз. Кейін айранға 1 шай қасық сода, 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырып, ұнымызға қосып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шықты. Енді пищевой пленка немесе пакетке салып, холодильникке 20 минутқа демалдырып қоямыз. Ал салмасына келсек, тартылған ет, картоп, пияз. Пияз бен картопты майдалап турап, тартылған етке қосамыз және татымына қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Қаласаңыз өзіңізге ұнайтын тұздықтар мен дәмдеуіштерді қосып пайдалансаңыздар болады. Демалған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуі сәл үлкендеу болса болады. Ең бірінші үлкендеу қамырды алып, дөп дөңгелек қылып жайып шығамыз. Бұл бізде основасы болады. Менде дәл осындай форма және пергамент қағазын төсеп, қамырымызды формаға орналастырып, бортиктерін шығарып жасап аламыз. Ал енді салмасын саламыз, қасықпен үстінен тығыздап орналастырып шығыңыз. Қамырдың екінші бөлігін жайып, пирогтың бетіне орналастырамыз. Екі қамырды бір-біріне біріктіріп, қаласаңыз дәл видеодағыдай шетін өріп шықсаңыздар болады. Артылған қамырдан дәл осындай әсеміне қарай гүл қолданып жасасаңыздар болады. Кейін пирогтың бетінен кішкентай тесік қалдырамыз. Жұмыртқаның сары-уызын пирогтың барлық жеріне жағып шығамыз. Кейін әсеміне қарай кунжут, мак сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Толық суығаннан кейін барып тұруға кеңес беремін. Ал видеом ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Ең бастысы менің YouTube парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі сіздермен күнделікті қызықты рецептермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған Жанерке. Видеомды соңына дейін назар салып қарағандарыңызға рахмет.